Давайте. Қайырлы күн, Нұрдәулет мырза, қалайсыз? Ассалаумағалейкум, қалайсың Нұреке? Уағалейкум ассалам. Жақсы. Шүкір аман есен. Нұрдәулет мырза, сізді мен көп қинамаймын. 4-5 сұрақ қоямын, жіберемін, иә. Қазір мына жерде бізде бірнеше адам қарап отыр, тағы сол осы адамдардың көздерінде от жанып отыр. Сізді не дейді екен, не айтады екен деп. Қазір өзіңіз шынайы отзывтарыңызды айтып, кейстарыңызбен, нәтижелеріңізбен бөлісе кетсеңіз. Ең алғашқы сұрақ менде, сіз өзіңіз таныстырып өтсеңіз, кімсіз, қандай саланың мамансыз? Так, мен есімім Нұрдәулет, таргетологпын. Қазіргі кезде жаймен продюсер саласына өтіп жатырмын. Осыған дейінгі аха. Айтыңыз. Негізі таргетологпын. Все, түсінікті. Точка Б, курсқа дейін точка Аңыз, курстан кейін точка Б-ңыз. Именно менің курсыма қатысқан кезде. Так, сіздің курсыңызға қатыспас бұрын точка А болды, айына 220 мың теңге болды. 220 мың теңге болды. 220 мың. Одан кейін точка Б болды, 2 айда 850 мың теңге болды. 850 мың теңге көтерілді. 850 мың теңге деп қойылдық, но плюс-минус соның шамасында болды ғой. Плюс-минус соның үстіне тағы болды, иә. Так, именно сол көмектескен, прям мынау маған көмектесті деп айта аласыз ба? Осы курстағы осы білімдер маған осы нәрсе көмектесті деген сияқты айта аласыз ба? Иә, әрине. Ең бірінші мана декларация қабылдадық қой. Негізі ішкі состояниеға жақсы көмектесті. Ең біріншісі құралдарды бермес бұрын, біз құралдарды бір аптадан кейін бе өттік қой. Құралдарды бермес бұрын ішкі состояниенің арқасында, былай айтқанда мотивация дейді ғой. Соның арқасында уже ақша тауып бастадым мен. Одан кейін құралдарды мен әлі толық практикада қолданған жоқпын. Себебі мен продюсерлікке толық өткен жоқпын да әлі. Таргетолог болғанның өзінде сол ішкі состояниемен жақсы әсер етті. Құралдарды енді қолданып бастап жатырмын. Но өзім айтқан суммаға жетті, Құдайға шүкір. Жетті. Именно осы сізге мысалы біз воронка туралы өттік қой, ол воронкада мысалы қандай бір ұнады ма сізге воронка вообще структура, соны өмірде қолданып жатсыз ба қазір? Конечно, оны толық 3 воронка өттік, 3 воронканы әлі толық қолданбадым мен. Біреуін енді қолданып басып жатырмын. Воронка негізі ол қалай тема, ауқымды тема, ол жақта көптеген тірлік требовать етіледі, бірақ в целом воронка құрай алу, құрастыра алу қалай керек па, керек емес па? Қарапайым интернетте Ол обязательно ғой, ол деген. Воронка құру обязательно. То есть воронка ол просто алдын ала қойған схема, алдын ала план, алдын ала бір жоспар, ол мы, былайша айтқан кезде. Так, сізге осы біз курсқа қатыспай тұрып, сізде бір кедергілер болған болатын, кәдімгідей курсқа қатыссам ба, қатыспасам ба деген сияқты ойланып жүрдіңіз, соңғы моментте ғана қатыстыңыз да, и не кедергі болды сізге? И сіз оны қалай жеңе алдыңыз? Ол курс маған керек па, керек емес па, в данный момент менде бір проблема болды. Сол проблеманы мен бұл курс арқылы шеше аламын ба деген менде сұрақ болды. Кішкене сомнение болды. И бір но сомненияны жаптым, бұл айтқанда. Қалай осы курсқа келуге не мотивация болды? Сомнениеңіз бар, сомнениеңізді қойып барам дейтінде, решать етуге не түрткі болды? Бірінші сіздің тегін консультацияңыздан өттім ғой мен. Сіздің тегін консультациядан өткеннен кейін сіз дәлелдей алдыңыз да, что сіз жақсы мықты продюсер екеніңізді. И мен сол консультация арқылы, стористер арқылы қатты не істемедім, қатты сеніңкіремедім. Одан консультациядан кейін уже эксперттігіңізді көріп, что бұл курс маған пайдасы тиетінін көріп қатыстым. Мен 3 адамға консультация берген болатын, 3 адам емес, 5 адамға. Мен консультациям 1 сағат 200 мың теңге тұрады, бірақ мен каждыйына примерно 20 минуттан жарты сағаттан уақыт бөліп, 5 адамды қабылдап, именно осы менде курсты сату мақсатым болды. Плюс еще контент беру, кішігірім контент берем, бір 10-15 минут, потом курс сатам, тоже 10-15 минут. Солай бізде конверсия, енді 5 адамны уже 3-еуі сатып алып, соның ішінде Нұрдәулет мырза. Нұрдәулет мырза, осы бізде көрермендер отыр, қазір барлығы қарап. Қандай кеңес бересіз? Қандай кеңес бересіз осылар кісілерге? Так, курс жайында ма әлде жалпы курс жайлы, білмеймін енді, өзіңіз білесіз. Енді андай банальный әңгімелер айтқым келіп тұрған жоқ. Айтпаңыздар анау-мынау деген сияқты. Главное, егер бұл курс жайлы айтатын болсам, курс сіздердің проблемаңызды реально шешетін болса, онда қатысу керек. Курс реально өзіңіз проблемаңызды анықтауыңыз, и курс сіздің проблемаңызды шеше алатын курс болса, онда қатысу керек міндетті түрде. И инвестиция өзіңізге инвестиция құйсаңыз, ол міндетті түрде ақталады. Сіз қанша есе ақтадыңыз инвестицияңызды? Так, 50 мың болды курс. Мен 850 мың теңге таптым.
Қанша болады? Ну, примерно, Оннан асты. иә, Оннан асты. 10 еседен көп, бұл примерно 15 есе, примерно, иә. Так, сіз Иә, нормально иә. ақтап отыр екенсіз. Құттықтаймын сізге. Әлі де нәтижесін береді деген ойлаймын, потому что әлі воронканың біреуін ғана Әлі топ. Әлі бәрін топ полностью қолданбадым мен. қолдан кезде жақсы нәтиже шығады. Бөлісіп отырыңыз. Басқа да курстарымды сізді күтемін. Менторлыққа келіңіз. Сізді менторлыққа келетін адамсыз, негізі потенциалыңыз бар. Соған потому что анау адамдарды ала бермеймін, только потенциалы бар адамдардан аламын. Так, ендеше сізге рахмет, келіп отзывыңызбен бөлісіп отқаныңызға. Жалпы отзывпен бөлісе бермейді. Екінің бірі, сіз кәдімгі өзіңіз келіп шынайы отзывыңызбен бөлісіп жатқаныңызға Алла тағала разы болсын. Осы қазір сатып жатқан курстарымыз басқа да адамдарға өзінің пайдасын берсін деген тілектеміз. Жақсы, рахмет сізге. Сау болыңыз. Жақсы. Сізге де рахмет.